Достар, сіздермен Сандуғаш, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 3 ағзатпен дайын болатын бисквиттің рецептісін бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Классический бисквитқа ең алғаш бізге жұмыртқа, қант және ұн керек болады. Граммдарын описаниеда қалдыратын боламын. Ең алғаш 5 жұмыртқаны жарып алатын боламыз. 5 жұмыртқаны жарып алғаннан кейін өздеріңізде ручной миксер болса да, сонымен пайдалануға болады. Бірінші жай жылдамдыққа қойып, қантты 2-3 бөлікке бөліп, салып алатын боламыз. Бірінші жай жылдамдықпен, кейіннен қатты жылдамдыққа қойып, екінші бөлігін қанттың, одан кейін үшінші бөлікті, және де соңғы бөлікті салып, осындай аппақ болғанша араластыратын боламыз. Кейін миксерден босатып, міне осындай болу қажет массамыз. Кейіннен ұнды да 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Астынан үстіне қарай движениемен жасауымыз қажет, себебі массамыздың көлемі түсіп кетуі мүмкін. Яғни бисквитіміз көтерілмей қалуы мүмкін. Сол себепті астынан үстіне қарай жасаймыз. Мен осындай кольцоға қызып тұрған пешкеге салатын боламыз. 180 градуста 30-40 минут шамасында пісіреміз. Міне осындай жұмсақ әрі орнына қайттан келетіндей бисквит шығу керек. Бұл бисквитті негізінен торттарға да пайдалануға болады, яғни классикалық бисквит болғандықтан. Бір ескеретін жағдай, яғни классикалық бисквит болғандықтан, бұны суығаннан кейін кесу қажет. Каналыма тіркеліп, подписаться етіп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.